Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. Our theme is out at night. Түнде. Бүгінгі сабақтың тақырыбы түнде. Okay, boys and girls. Please tell me. Сендер түнде далада жүресіңдер ме? Түнде деген ол бізде ағылшынша out at night деп айтамыз. Out at night. Түнде. So, tell me, we must or mustn't go for a walk at night? Балалар, біз түнде жүруге міндеттіміз бе, әлде түнде жүруге болмайды ма? Қайсысын таңдайсыңдар? Must or mustn't? Yes, we mustn't go for a walk at night. Балалар, бізге түнде жүруге болмайды. Because it's so dangerous. Өйткені бұл өте қауіпті. But if we must go out at night, we must wear special clothes for protection. Бірақ егер түнде жүруге міндетті болсақ, немесе түнде жүруіміз керек болса, онда біз міндетті түрде арнайы киім киюіміз керек. Яғни ол бізге түнде жүрген кезде жарық беретін киім. Okay, now new words. Қане жаңа сөздерді менімен бірге қайталап жаттайық. Bright. Bright. Ашық немесе жарқыраған. Colorful. Colorful. Түрлі түсті. Reflective. Reflective. Шағылстырушы. Vest. Vest. Жилетка. Немесе орысша жилет. Belt. Belt. Белбеу. Ремень. Белбеу. Zip. Zip. Балалар, яғни бұл біздің киіміміздің замогы. Sticker. Sticker. Жапсырма. Наклейка. Okay, good job. Now, exercise 16. Look and choose. Қара және таңда белгіле. Бірінші суретте бізде не тұр? What is it? Yes, it is cap. Okay, next. Second picture. What is it? It's a t-shirt or vest? Yes, it's vest. Бұл бізде жейде рубашка емес, бұл бізде жилетка. Next. What is it? It is sticker or belt? Бұл бізде жапсырма ма? Әлде белбеу ме? Yes, it is belt. Okay, next. What is it? It is a zip or a bag? It is a zip. Бұл бізде киімнің замогы. Good. Be bright. Be seen. Okay, now we'll do with you this task. Мұнда бізде керекті сөздер тұр. We will read, translate, choose and complete this text. Қазір мына мәтінді бірге оқып, аударамыз. Одан кейін сөздерді қойып, толықтырамыз. Are you ready? Okay, we will start. Cars have got lights, but they may still not see you. So this is what you must do. Көліктердің арнайы жарығы болады, оны білеміз. Бірақ сонда да олар сендерді байқамай қалу мүмкін. Сол себепті біз не істеуіміз керек? Біз не істеуге міндеттіміз? The first, wear bright, colorful clothes on a dark day or when it's almost night. Қараңғы түнде немесе қараңғы күні немесе түн болған кезде ашық және жарқыраған түрлі түсті киім киіңдер. It's the first. The second, wear reflective caps, vests, belts and shoes when you are out at night. Okay, we will translate.
түнде далаға шығатын кезде міндетті түрде жарық беретін, яғни шағылыстырушы түс беретін бас киім, жилетка, белбеу және аяқ киім киіңдер. Carry bright, colorful bags. Decorate your things with cool bright zips and stickers. Өздеріңмен бірге ашық, түрлі түсті сөмке алып жүріңдер. Өздеріңнің заттарыңды ашық түс, өздерінің киімдеріндегі заттарды балалар арнайы жилетканы, яғни ашық түсті наклейкамен, жапсырмамен және ашық түсті киім замогымен сәндейміз. Окей, next task. Read and match. Біз мұнда балалар here antonyms, яғни антонимдарды бір-бірімен сәйкестендіреміз. For example, the first, new, you can see here. New, жаңа. Оның old, кәрі. Жаңа, немесе ескі. Big, small. Big, үлкен, small, кішкентай. Long, үшіншісі бізде long. Ұзындыққа қалай болады? Қысқа, short. Bright, ашық. Dark, қараңғы. Good, warm. Жылы, cold, суық. Good. Балалар, біз бүгін сабақта жаңа ережемен танысатын боламыз. It is comparative degree of adjectives. Сын есімнің салыстырмалы шырайларымен танысамыз. Яғни ол бізде өте оңай жолмен жасалады. Біз сын есімдерге ә жалғауын жалғаймыз. Яғни и, а сөзі екі әріп қосылғанда бізде ә деген дауыс береді. For example, short, shorter. Қысқа, қысқарақ. Funny, қызықты. Funnier, қызықтырақ. Sad, қайғылы, яғни грустно. Sadder, қайғылау. Окей, салыстырмалы шырай. Яғни біз ә жұрнағын жалғаймыз. Big, bigger, үлкен, үлкенірек. Егер де балалар сөз бізде Y әрпімен аяқталатын болса, міне қараңдар, Y әрпімен аяқталса, онда біз оны мына I әрпіне айналдырамыз. Міне мұнда көріп тұрмыз, иә? Осы ережені міндетті түрде естеріңде сақтап алыңдар. Okay, next task. The blue helmet is smaller than the red helmet. Мұнда айтып тұр. Helmet деген бұл бізде шлем. Яғни велосипед, мотоцикл тепкен кезде біз басымызға киетін шлем. Мұнда айтып тұр. Көк шлем, қызыл шлемнен кішкентай. Одан кішкенелеу. Яғни көк шлем бізде қызылға қарағанда кішкентайлау. Окей. Қане біргені тапсырманы орындайық. Read and... Okay. The second. The boy is older. Ұл үлкенірек дейді. It's picture B. Okay, good. Next. The bike is newer. Велосипед жаңалау дейді. Қай суретте бізде велосипед жаңалау? It's picture A. Good. Next. The helmet is bigger. Шлем үлкенірек дейді. Қайсында бізде үлкенірек? Picture B. Yes, you are right. The vest is brighter. Балалар, vest деген не еді? Ол бізде жилетка, да? Жилетка ашықтау дейді. Қайсында бізде ашықтау? Picture B. Yes. And next, the bag is smaller. Сөмке кішкентайлау. Қайсында? Picture B. Okay. You are. It was so super work. Okay, your home task in activity book
Page 20, exercise 17. Complete, then look and write yes or no. Яғни балалар, мұнда жақшаның ішіндегі сөздерге біз бүгінгі сабақта өткен, қазір көрсетемін. Біз бүгін сабақта өткен сын есім бар ғой? Мынау жалғау. Яғни Осы жалғауын жақшаның ішіндегі мына сөздерге қосып жазамыз. Одан кейін жалғау осы сөздерге жұрнақты жалғап болып дәптерге жазғаннан кейін yes or no, я немесе жоқты орнаймыз. Мысалы, мұнда big сөзіне бізде балалар көріп тұрмыз жалғауын жалғаған, я? Міне. Сосын the red helmet is bigger than the blue helmet. Мұнда айтып тұр. Қызыл шлем көк шлемге қарағанда үлкенірек. Yes. Рас қой, я? Қалғанын осылай өзіміз орындап шығамыз. Бұл өте оңай тапсырма. Our lesson is over. Goodbye.